Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қаймақты бәліш, яғни сметанник пісіреміз. Бәліштің бір порциясына қажетті заттардың тізімі видеоның астында жазылды. Бәліш өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Сіздерге және жанұяңыздағы адамдарға ұнайтынына мен сенімдімін. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. «250 грамм ұнға, 10 грамм қопсытқыш, 100 грамм қант, 150 грамм үй бөлмесіндегі сары май қосып араластырамыз. Бір жұмыртқа қосып қамыр илейміз. Қамырымызды сары маймен майланған табаға салып, қолмен біркелкі етіп жаямыз және бортиктерін шығарамыз. Салмамызды әзірлеуге кірісеміз. 400 грамм 25% қаймақты аламыз. 160 грамм қант қосамыз. 35 грамм жүгері крахмалын қосып, шамалы араластырып аламыз. Үш жұмыртқа қосамыз. 2 грамм ванилин. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырды шанышқымен тесеміз. Салмамызды қамырдың үстіне құямыз. Бәлішті духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіреміз. Бәлішіміз піскен кезде ішіндегі салмасы биік болып көтеріледі, бірақ суығаннан кейін қайтадан басылады. Достар, біздің бәліштеріміз дайын. Бізде өте дәмді бәліштер шықты. Егер де сіз бәлішке джем қоссаңыз, онда кескен кезде іші осындай болып шығады. Ал егер де ваниль қоссаңыз, онда іші осындай болады. Видео рецептінің астына комментарий жазуды және егер де рецепт ұнаса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецепте кездескенше сау болыңыздар.